Қалдарыңыз қалай? Бізде қазының етін маринадтау процесі жүріп жатыр. Міне осылай аздап бұрыш, аздап чеснок, тұзға былай араластырып аламыз алдын ала. Мынау жаңағы кесіп қойған қазымыз, бір бөлігі қабырғамен, бір бөлігі қабырғасыз. Осыны маринадтап салып қоямыз. Ертең бұйыртса шекке айналдыратын боламыз. Көпшілік сұрап жатады, қалай істедің, немен істедің деген сияқты. Ол бір қарапайым ғана рецепті бар. Кереметтей бір секреті жоқ, сыры жоқ. Осылай сақтап қоямыз. Бойындағы сөлі шығады, қаны шығады, бойындағы суы шығып. Сосын шекке айналдырғаннан кейін міндетті түрде сыртын тесіп, ілдіріп қоятын боламыз. Сол кезде бойындағы артық сулары ағып кететін болады. И солай міне ішегі тоже жуып жатыр. Ішегі, қартасы барлығы. Бұны келешегін тұзбен, ас тұзбен ысып, осылай жуып тазартып жатыр. Бұл жерде иісі барлығы кету үшін осындай процесстерден өту керек болады. Сумен жақсылап жуып, тұзбен ысқылап, сыртындағы слизистый дейміз, сілекей сияқты заты кету керек болады. Одан кейін барып айналдыру керек. Ол біздің қазымыздың дәмді болуына кепілдік береді. Бұл сатуға жасалынып жатыр. Кімге керек, жазыңыздар, звондаңыздар, анда телефон барлығы көрсетілген. Бұйыртса тұздалған, сүрленген қазыларды сататын боламыз. Баршаңызға сәттілік, саудамызға береке берсін.